жалпы тарихқа қызығушылық қайдан оянды, археологияға қалай келдіңіз? Тарихқа дегенде қызығушылық осы мектепте оқып жүргенде сол балалық кезден басталды. Сол кезеңнен бастап сол оқуға түсу ойлары басталды. Тарихты зерттеу деген сияқты 99 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің археология этнография кафедрасына жаңағы оқуға қабылданып, сол жерде 2003 жылы археолог этнограф мамандығы бойынша бітіріп шықтым. Ең алғашқы археологиялық қазулар Маңғыстау облысында Қызылқала деген қаланы, Андрей Астафьев бар, Мұрат Қалменов бар, осы кісілермен сол Қызылқаланы қазып бастаған болатынбыз. Қорқыныш болған сезімдер болды ма? Алғашқы жаңағы қазба жұмыстарында, практикада қазба жұмыстарын бастаған кезде, ең алғашқы жаңағы адамның сүйектері табылған кездерде бір қызық қорқыныштар пайда болды. Неге десеңіз, ондайды көрмегенбіз. Сол кездерде өзіміздің оқытушыларымыз жаңағы сол сүйектердің қалай қазылу барысы бар, одан қорықпау керектігін археолог маман болғаннан кейін бұндай сәттердің алда талай кездесетінін айтып түсіндірген болатын. Бірақ енді әлбетте алғашқы қазба барысында адамда сондай бір қорқыныш сезім пайда болады. Енді сол жергілікті халықтардың аңыз әңгімелері болады, неше түрлі жаңа жерде әулиелер жерленген немесе басқа да қырғын соғыстар болған деген сияқты неше түрлі дауыстар естіледі дейді түнде. Сол сияқты. Естідіңіз бе? Негізі мен естіген жоқпын. Сол мамандық бойынша жүргеннен кейін ондай заттарға көп мән бере бермейміз. Мән беруге де болмайды. Оны енді жүрекке қатты қабыл алып қалсаң, қорқыныш сезімі десіп едім, ол пайда болады ондай кезде. Қазба жұмысы барысында осы 2020 жылы Қызылқоға ауданы, Атырау облысының Қызылқоға ауданы Миялы қорғандарын қазу барысында, Миялы қорғандардың екінші қорған қазу барысында осы тоналмаған дүниеге тап болдық. Бұл кездегі сезім енді өте ерекше. Қазіргі өздеріңіз бізде 80-90% қорғандар тоналмаған. Ал енді сол ең бірінші тоналмай шыққан қорған жаңағы темір адам атымен белгілі ғой енді қазір. Сол қорған табылған кезде тегі енді сезіміміз өте ерекше болды. Және оны қазып шығару, оны музейдегі лабораторияға жеткізу, жеткеннен кейін жаңа үлкен ғалымдармен жұмыс жасау, оның барлығы өте ерекше сезім тудырды.